Ерігіштік 100 грамм суда қанша грамм зат еритінін көрсетеді. Қатты заттардың ерігіштігі әдетте температураның өсуімен артады. Ерігіштіктің арту шамасы әртүрлі заттар үшін әрқалай. Мысалы, ас тұзының жағдайында температура көтерілген сайын ерігіштік болмашы ғана артса, калий нитратының ерігіштігі айтарлықтай жылдам өседі. Бірақ газдар кері үрдісті көрсетеді. Олардың ерігіштігі температураның өсуімен азаяды. Біз ертіндіден газды қыздыру арқылы жоя аламыз. Бұл көптеген тылсым құбылыстарды түсіндіреді. Балық жылы суда өледі, себебі ондағы оттектің мөлшері өте аз болады. Жылы газдалған суды немесе шампан бөтелкесін ашқан кезде газ көпіршіктерінің көп мөлшерде бөлінетіні бәрімізге аян. Аталған құбылыс жоғары температурада ерігіштік азайып, сұйықтық бетіне жиналатын көмір қышқыл газының әсерінен қысымның артуына байланысты жүреді.